Болашақ күйеуіңді көргеніңе қуанбайсың ба? Қалай тауып алдың мені? Ауыз ағаңмен. Сені көргеніме қатты қуаныштымын. Кел, жақсылап тұрып амандасайық. Жолама маған, көзімді құрт. Айсұлу, қой дейін. Жүр, көлік. Жібер. Жүр. Бармаймын сен ешқайда. Барасың. Тойдан қашып кеткенін кешірдім. Енді ренжітпе мені. Жүр. Жібер. Жібер. Қайда барасың? Жібер. Я көрш, шақырғанға рахмет. Біз қайтайық. Үйде де шаруалар толып жатыр. Қайтқан нес? Асықпаңдар. Қазір десерт жейміз. Қазір. Мәдина, қалай? Тәтті тәтті бекен? Күнде жейміз ғой осы. Шығып кеттік тіпті. Наума десерт? Дейсіз бір түрлі екен? Бұл Францияның ең үздік ірімшіктерінен жасалған ассорти. Ал істеңіздер, жеңіз. Дәмі қалай екен? Өзің көрсеші дәмін. Жақсы, рахмет. Тойдық. Сен біздің ақшамызды берсең, біз қайтайық. Ақшаларың бар екен ғой. Қазір. Қонақ күткендері бір түрлі екен. Бай болғанын қайтейін. Бізге тамақты жестіріп те берген жоқ қой. Айтпа. Бай байған сайын қалтырақ болады деген тегі рас. Тамағының түрін қара. Мына тәттінің орны көгеріп кеткен. Ірімшік әкеліңіз. Жарайды. Қарызды қайтарса болды. Мына дастарханға қарасақ, ақшасы жоқ сияқты. Қыздар, қалайсыңдар? Жақсы отырсыңдар ма? Жақсы, тамаша. Сіздердің ақшаларыңыз. Жақсы. Ас қой отыр, шай ішейік қазір. Жоқ, рахмет. Шайды үйге барып ішеміз. Біз қайтайық. Қайда барасыңдар? Баған. Қойдым, Айсұлу. Әкесім өзің бересен екен, білем. Айсұлу, қой. Сен ана естен асқан әйелге сеніп қалдың ба? Саған сенбеймін. Жолда бәрін түсіндіреді. Шар өзіңді. Айсұлу, қой. Шал өзіңді. Ағатай, шаруаң болмасын. Араласпа дедім осы. Мұрат аға, көмектесіңдер. Иттің баласы. Иттің баласы. Мүмкін Жұмалиева қайтып келер? Келмейді ол. Ауырып жатқан баласын алып қашып кеткесін, сен оны ана деп тұрсың ба? Туыстары да бір түрлі екен, әсіресе анау сізге жұдырғала жүгірген. Енді не істейсіз? Ешқандай жазба да жоқ. Бөлімшенің тәртібін қадағалау керек еді. Мен ана баланы уайымдап тұрмын. Жұмалиеваның не үшін қашып кеткенін әлі түсіне алмай жүрмін. Жаңалықтардан көрсеткен соғыс болса ше. Не деп тұрсыңдар? Қайдағы жаңалық ол? Сіз көрген жоқсыз ба? Жұмалиевадан аумай қалған бір қызды көрсетті ғой. Полиция іздеп жүр екен оны. Маған неғып айтпайсыңдар? Жұмалиева ол мен емес деді. Және де ана қыз байдың қызы, қаланың қызы өзі. Жұмалиеваны көрдіңіз ғой өзіңіз? Ауылдан шыққан бір қыз. Барыңдар жұмыстарыңа, тағы біреу қашып кетпей тұрғанда. Жақсы. Жақсы. Алло, Динара Ахмет қызы. Сәлеметсіз бе? Иә, жақсы, рахмет. Иә, мына біздің бөлімшеден бір емделуші үйіне сұранбай кетіп қалыпты. Өзі бір айдаладағы ауылда тұрады. Соған адамдарыңыз жіберіп бір тексертіп алу керек болып тұр. Көмектесіңдер! Көмектесіңдер! Мұрат аға! Әлбек! Не болды, Айсұлу? Ана жақта! Ғабит! Ғабит? Иә! Балам! Оны өлтірейін деп жатыр! Жүр, тез барайық! Мұрат аға! Араласпа дедім. Араласпа. Айсұлу, болды. Шу болып кет.
Адамдар жиналып. Бірсіп. Тоқтаңдар! Неге жалып жатсыңдар оған? Болмағандар, кетіңдер гәне! Қолдарында балта бар. Қой, кет. Араласпаңдар. Бәрін өзіміз шешеміз. Қалай шешіп жатқандарын көрініп тұр сендердің. Ей, кетіңдер! Ей! Қой! Бол, полиция шақырамыз. Кет. Жоқ, мен Айсұлусыз кетпеймін. Қайда тұратынын білеміз ғой. Кейін қайт келеміз, отыр. Мен бұларды аурухана жақтан көргем. Айсұлуды іздеп келген сонда. Босқа сөйлеген жоқ қой. Не керек болды екен? Тұра ғой балам, тұр. Көмектесін, үйге кіргізіңдер. Әкел бер, балтаны. Тұр. Жүре аласың ба? Тұр ғой, балам, тұр ғой. Жүре аласың ба? Абайла. Ей, қанның қызы. Отырысың жайлы болсын. Не істеп отырсың, ей? Кино қарап отырмын. Көрмей тұрсыз ба? Ал, сен кино көріп отырсаң. Мына бақсыған ыдыс аяқты кім жуады, а? Сізге бөгет жасаса, барып жуасаңыз. Мен қарсы емеспін. Сен мені түстелі қонақтарыма бір масқара еткеніңді қоймай, енді тілің шығып сөз қайтарайын деген екенсің ғой, е? Сізге тағы не ұнамады, а? Францияның ең үздік тағамдарын жасадым. Жақсылық түсінбесеңіз, мен не күнәм бар, а? Барыңызшы. Ей, сен өз орныңды ұмытып қалған екенсің, е? Біле білсең, сен осы үйде үй қызметшісің. Тұр орныңнан. Менің білетінім, ақша төлейтін қожайын. Сіз әлі маған бірде тиын төлеген емессіз. Сіз маған қарыз екенін ұмыттыңыз ба? Ах, инелік. Осыдан пәшөңгесін, мен сенің ақшаңды беріп, сосын ісім сенмен болсын. Міне, қалай төлейсіз, солай бұйрық беретін боласыз. Нұрапке қат жарылып па? Соқылдатып барады ғой. Ой, ештеңе емес. Ана бұрынғы жарылған жеріңнің бет ашылып кетіпті, жазылып кетеді ғой. Тек ана қабырғаңды ауруханаға барып рентгенге түсіру керек. Аға, бәрі дұрыс па? Біреулер ұрып кетті деп естідім. Кімдер олар, не үшін болды? Білмеймін, қаладан келген біреулер. Не үшін деймін, аға? Өй, бір оңбағандар. Айсұлуды көлікке сүйреп отырғызып жатыр екен. Қарап тұра алмадым. Тағы да Айсұлу. Бәле болды сол қыз. Нең бар еді? Өздері шешіп алар еді ғой. Жәния, не деп тұрсың сен? Ғабит өте дұрыс деді. Сол қыздың кесірінен ағам өліп кете жазды. Қарғыс атсын оны. Қойсаңшы, Айсұлу. Доғар енді, және. Сен де соны жақтап тұрсың ба? Түсінбедім. Неге бәрің соның сөзін сөйлеп тұрсыңдар? Ол өзі кінәлі. Айқайламашы. Сенің олай айтуға хақым жоқ. Әлібек, сен есіңнен адасайын деген екенсің. Әне қойшы болды. Сенсіз де басым ауырып отыр. Аружаннан асып түстің ғой тіпті. Аружанды қазір осында шақырам. Көрсін, не болып жатқанын. Қой, мен үйге барайын. Қазір ана әйелім келсе, Айқайдың көкесін көрсетеді. Гүлнар әпке, рахмет сізге. Қайта берейін. Ауруханаға барып көрсет. Мынау не? Мынаның бәрі сатпақ қой. Қайтадан жуыңыз. Болмайды.
Ма ыдыс жууды үйретейін дедің бе, а? Өзіңіз қараңызшы. Мынаның бәрі айғыз. Не мынау? Жуыңыз қайтадан. Өзіңіз айтып едіңіз ғой. Бұл үйдің бәрі жарқырап тұру керек деп. Айша, кінәмая. Болды. Қайтадан жуасыла, бар шығыр көзіме көрінбей. Болыңыз, ханым. Уақыт жоқ. Әлі еденді жуып, есігін алып сыпыру керек. Немене? Сонда не? Ол жұмыстың бәрін мен істеуім керек пе не? Әрине сіз. Ол менің күнделікті жұмыстарым. Оңай деп ойладыңыз ба? Қашан құтылам бұл жұмыстан? Айлықты қашан толық төлейсіз, сол күннен бастап босайсыз. Болыңыз, ханым, уақыт жоқ. Жұмыс деген бұлай. Болыңыз. Мен бәрін тексерем. Дұрыстап жуып алыңыздар. Бекер кеттік. Айсұлуды қалай да алып кетуіміз керек. Сен олардың қалай шылап кеткенін көрдің бе? Қайсы қайтып барсақ, бүкіл ауыл жиналады. Сонда не істедейсіз? Айсұлудың келгенін өзіміз күтеміз бе не? Қараңғы батсын. Сосын жаяу барып көреміз. Күтетін уақыт жоқ менде. Сен не деген түсінбейтін адамсың? Сенің шыдамсыздығың бізге бірінші рет емес кедергі болып тұрған. Бұл жолы асықпайық. Кетші ар. Жарайды. Күтейік. Уайымдама, Айсұлу, жыламал. Біз сені ешкімге де бермейміз. Не болды? Ешкім жоқ па? Тыныш сияқты. Аружа мен Ғабиттің ұрысқан дауыстар ғана шығады. Ғабит болмағанда олар мен өздерімен бірге алып кететін. Бұлар кімдер өзі, Айсұлу? Біреуі Арсен. Мені әкемнің көмекшісі. Ал анау екіншісін танымаймын. Әке, мен бұларды аурухана шықтан көрген. Сен солардан қашып жүрсің ба? Иә. Арсен мені әке шешемді өлтірген. Енді ол оңбаған. Менің де түбіме жетпекші. Полицияға хабарлау керек. Дұрыс, сөйту керек. Жоқ, Гүлнар әпке керек емес. Неге? Бая қызым ау. Енді өмір бойы қашып жүрмейсің ғой. Неге? Менің ауылдан кеткенім дұрыс болар. Үйге барып заттарым жинайын. Жоқ, Айсұлу, олай болмайды. Біз барымыз ғой. Иә. Былай істейік. Мен бүгін барып Айсұлудікіне қонайын. Ертең ары қарай не істейтініміз ойластырайық. Дұрыс. Үйдің іші тас қараңғы. Бәрі ұйықтап қалған сияқты ма әлі? Әлі ерте емес пе? Білмеймін. Айсұлу, тоқтай тұр. Әлібек бірдеңе ойлап тапты. Міне, керемет болды ғой. Абайла. Ой, алтыным, балам, ақылдым. Айсұлу, Настай ғой. егер де қандай да бір жағдай болып қалса, саған осы жерден өткен ыңғайлы болады. Ана егер қасына еріп апты ғой. Енді істей алмаймыз. Ол кедергі емес. Әйелді ұйықтатамыз да, Айсұлуды алып кетеміз. Жарайды. Ұйықтағандарын күтеміз ғой. Жоқ, күтетін уақыт жоқ. Кеттік. Не деген күн болды өзі бүгін? Білмеймін, Гүлнар әпке. Не істеймін енді? Алдымен есіңді жинап ал. Сосын көреміз. Бүгінгі күндегі мына шудан кейін мен тіпті ойлануға шамам жоқ. Жатып ұйықтайық, ертеңгісін ары қарай көрерміз. Қайдағы ұйқы? Менде ұйқы да жоқ. Онда бірдеңемен айналыс. Сен бүйтіп жүре берсең, мына бала ұйықтамай қояды.
Иә, дұрыс айтасыз. Кетпей жатып Меруерттің епкісін жөндеп кетуім керек. Уәде берген едім, ұят болып қалар. Меруертпен достасып алғансың ба? Жалпы жақсы қыз өзі. Иә, жақсы қыз. Жарайды, мен барайын. Түс, тоқта. Біреу жүрген сияқты. Не болды? Айсұлу! Терезені сындырыпты. Ойбай! Әлібекті шақыр тез. Қазір Әлібекті шақыр тез. Айсұлу! Айсұлу! Айсұлу, не болып қалды? Айсұлу! Айсұлу! Әлбек, Не болып қалды? терезені сындырды. Жүр кетейік. Бағанағылар ма? Білмеймін. Олар болмауы да мүмкін ғой. Солар. Кім басқа? Көзіміз енді ұйқыға кетіп еді. Терезе сынып, бала шошып оянып. Опыр-топыр болды. Анашым, сіз не айтсаңыз да мен осында қалам. Сіз енді бәрібір қорғана алмайсыз ғой. Одан да үйге барып, сіз демалып алыңыз. Дұрыс айтасың, балам. Сенің осында болғаның дұрыс екен, Айсұлу. Қалай дейсің? Иә, Әлбек дұрыс айтады. Сізге барып, тынығып демалғаныңыз дұрыс. Иә. Мен барайын онда, балам. Сенің осында болғаның дұрыс екен. Құдайым-ай. Жаңа бірден кіру керек еді. Енді мыналар жиналатын болды. Ана елдің кеткен жақсы болды. Былай істейміз. Үйге кіреміз де, Айсұлудың аузын басып алып кетеміз. Әлгі жігітті қайтесің? Оның есі дұрыс емес, балтасын ала жүгіреді. Білейден ол. Сен не қорқып тұрсың ба не? Қорқсын тұра бер өзің бар. Қорқып тұрғаным жоқ. Сені де жібермеймін. Саған бірдеңе болса, менің ақшамды кім береді? Сен ананың түрін көрдің бе? Ол маған не істей алады дейсің? Жарайды. Айсұлу, айқай салса не істейсің? Бүкіл ауыл жиналады ғой. Жүр, дұрыстап ойланайық. Жарайды, кеттік. Гүлнәр, жүрегің қалай? Шаншыған қойды ма? Қазір бір 5 минут отыра тұрайын. Әй, бәйбіше, мен сені уайымдап отырмын. Ол үйге бармай қойсан қайтеді? Алар қайтадан келіп жүрсе қайтесің? Мен бармайым. Әлібек таң атқанша сонда болады. Сен оған қалай келісе қалдың? Адамның өмірі қымбат қой, Мұрат. Әлібек ол жаққа еріккеннен барып отырған жоқ. Иә, дұрыс айтасың. Мен сенімен келісемін. Жарайды. Барып демалайық. Мен ана терезені ашайын, үйге ауа кірсін. Айсұлу, мынау не? Ашы көрейік. Біздің ауылдан көзінді құрт ұятсыз. Сонда терезені сындырған әлгі екеуі емес болып тұр ғой. Солай сияқты. Маған тісін қайрап жүрген. Арсен ғана емес сияқты. Білесің, бүкіл ауыл мені жек көретін.
Айсұлу, сен кінәлі емессің. Сен жыламас үшін мен не істейін? Сен жүзінде күлкі болу үшін мен кез келген нәрсеге дайын. Рас айтам. Алар сені тауып алғаннан кейін мен оны осы қағаз сияқты турап тастайын. Үлбек, сен мені кешір. Таңертең саған айтпағандай. Сен әлсіз жігіт емессің. Мен білетін адамдардың ішіндегі ең адал сенсің. Айсұлуым, мен сені сүйемін. Жігіттер, шығып кетейін мен. Бауырым, шығып кете салайын, алып тастайсың ба машинаң? Сен Дәуренсің ғой? Я, мен не болып қалды? Бертінді. Арсеннің қайда екенін айтсаң, біз саған тиіспейміз. Жігіттер, Арсен керек болса, өздерің тауып алыңдар. Сен бізді дұрыс түсінбей қалған сияқтысың. Сұрақ қойғанына жауап беру керек. Жігіттер, көрмегенім біраз болды. Қайда кеткенін білмеймін. Қайдан табамыз оны? Ақсай жақта. Пәтер болатын. Арсенге сәлем айт. Қарызын қайтармаса, көрін өзіне қаздырамыз. Сонымен, таң атқанша бір жоспар дайындап қоямын деп едің ғой. Бір шешімі табылады, асықпа. Қашан? Ойластыру керек. Ерлан, бізде күтетін уақыт жоқ. Тезірек қимылдау керек. Ән, шешімінің өзі келе жатыр. Сонда сенің жоспарың ауылдың қызы ма не? Қарындас, қайырлы таң. Сіздерге не керек? Қорқпа, әңгіме бар. Сіздер Айсұлуды қалаға алып кетемін деп едіңіздер ғой. Сен оны ұнатпайтын сияқтысың ғой. Ол қыз менің бүкіл өмірімді құртты. Менің де? Осы жерде екеуміздің көздеген мақсатымыз бір сияқты. Сонда сен оның ауылдан кеткенін қалайсың ғой? Әрине. Бізге де керегі сол. Бір-бірімізге көмектесейік. Не істеуім керек? Қазір бәрін түсіндіреміз. Жүр.
атқанша ұйықтай алмадым. Тыныш болған сияқты. Мен де уайымдап тұрмын. Әлібек жұмысқа бару керек, ан үйден әлі келмеді. Мен қазір Санжартайға сүт құйып алып барып, оны бері қарай жіберем. Әне, балаңның өзі келе жатыр. Ha? Қайырлы таң. Амансың ба, балам? Аманбыз. Айсұлу қалай? Айсұлу жақсы. Мен барып киім ауыстырып келейін, қазір жұмысқа бару керек маған. Отырып әкеңмен шай ішіп ал. Рахмет, Айсұлу деген мен тойдырып жіберді. Балам. Мен айтайын дегенім, біз Айсұлу екеуміз сөйлесіп, бір-бірімізді түсініп, қысқасы Айсұлу маған үміт берді. Балам, бәрі жақсы болған екен. Жұмысыңнан қалма. Айсұлуға өзіміз қараймыз. Жарайды, жарайды. Бара ғой. Енді не істейміз? Әйбайыш, не істейміз. Құдалыққа дайындаламыз. Қайда жүрсің? Бізге тамақ алып келдім. Мен оны сұрап тұрғам жоқ. Айттым ғой, күту керек. Сосын көлікті көзге түспейтін жерге тығып тастайық. Отыр. Ғабит, қалыңыз қалай? Жаман емес. Басым ауырып тұр. Денем көк ала қойдай. Осының бәрі менің кесірімнен болды. Ғабит, мені қорғап қалғаныңыз үшін сізге рахмет. Маған рахмет айтудың қажеті жоқ. Мен онсыз да сенің алдыңда кінәлімін. Алдындағы кінәмді жуып шайды деп есептесең болды. Жарайды. Онда біз бір-бірімізге қаратар емеспіз. Сол қылығыма әлі күнге шейін ұяламын да. Сенің артыңда кір келтірдім ау. Мынаны қара. Әй, сендерде ұят деген жоқ екен, я? Сендер деген тапа-тал тал түсте сөйлесіп тұра беретін болсыңдар ғой? Аружан, не? Мен Ғабитке кешегі үшін рахметімді айтып тұрмын. Керек еді сенің рахметің. Көрдің ғой сенің арқанда қалай таяқ жегенін? Мен қойсам? Қоймайым. Араласпа. Айтпақшы, кешегі келгендер сенің қаладағы ойнастарың ба? Солармен бірге кетіп қалмады ма бір жолата? Немене жабысып алдың біздің ауылға? Менімен адам құсап сөйлес. Сосын тереземе тас атудың қажеті жоқ. Есіңде болсын. Мен сияқты абыройлы әйелдер сен сияқты бетсіздермен адам сияқты сөйлеспейді. Жүр. Арсен, аш есікті. Мүмкін басқа пәтерде тұратын шығар. Бұл не шу? Арсен осы үйде тұра ма? Сендер кімсіңдер? Тұра ма жоқ па? Мұнда не болып жатыр? Гүлбақра, мыналар кімдер? Біз Арсеннің достарымыз. Бірінші рет көріп тұрмын мұндай достар. Демек осында тұрады. Майра, мына жігіттер маған ұнамай тұр. Полиция шақырамыз ғой деймін. Апа, сен Арсенді соңғы рет қашан көрдің? Соны айт. Тәрбиесіз. Ештеңе айтпаймыз біз саған. Гүлбақра, полицияны шақыр. Мыналар бандиттер сияқты. Жарайды, біз кеттік. Бірақ Арсенді көрсеңіз сәлем айтыңыз. Ақшаны қайтарсын. Байып кеткен ұлының түрін қара. Бандиттер қарыз ақшасын сұрап жүр. Құдай бетін айырғысын. Толқынға жаным ашиды. Оған қоңырау шалып айтып қою керек. Әйтпесе, оларға жасаған зияны бізге тиіп кетіп жүр. Иә, қазір. Айсұлу? Гүлнар әпке, не болды? Санжарға бірдеңе болды ма? жоқ, Санжардың халі жақсы.
келдің ағып жылап отырсың? Маған көрші Аружан бұзылған әйел деп айтты. Сен ондай қыз емессің. Оның өзі сондай. Мен онымен сөйлесем, ұратсыз. Осы несі? Бірақ мен алдымен сенімен сөйлесейін. Тек маған шыныңды айтам деп уәде бер, жарай ма? Байқауымша, менің Әлібегім сені ұнатып қалған сияқты. Бірақ сен оны ұнатасың ба? Маған шыныңды айт. Мен баламның бақытты болғанын қалаймын. Сен де анасың ғой, сенің де балаң бар ғой, шыныңды айтшы. Күләр әпке. Санжар менің туғаным емес. Қалай сонда? Кімнің баласы? Білмеймін. Мен оны тауып алдым. Ой! Қайдан тауып алып жүрсің? Қашан? Қалай? Шешем қайтыс болып, енді бұлай өмір сүре алмаймын деп Арсеннен қашып жүрген кезде өзеннің жағасына кішкентай бір сәбидің жылаған дауысы естілді. Қарасам өзі тәтті кішкентай болған. Мен оны тастап кете алмадым. Менің өмірімді құтқарып қалған періштем сен. Ой. Айналып кетейін, ай. Сен өзің періштесің. Менің баламның сендей әйелі болса, менен асқан бақытты ана жоқ болады. Мен Әлібекпен бақытты бола алмаймын. Менің жүрген жерімнің барлығы тек қана бақытсыздық. Бақытты бола алмаймын. Олай айтпа, жаным, олай айтпа. Біз саған көмектесеміз, екеуің бақытты боласыңдар. Бәрі дұрыс болады. Барлығы ой болмайды. Арсен мені тауып алса, мені өлтіреді. Оның қолынан барлығы келеді. Егер мен бір нәрсе болып кетсе, Санжар сыйламады. Олай деме, жан, олай деме. Бәрі жақсы болады, ештеңе де болмайды. Қорықпа, біз саған көмектесеміз. Айналайын. Жылама болды, жылама. Иә, Гүлбақырам. Немене? Әй, сен осы бірдеңені шатастырып айтып тұрған жоқсың ба? Әй, менің Арсенім ешкімге қарыз емес. Оның бандит достары да жоқ. Осы Майра екеуің үйіңде отырып, іштерің пысқаннан не болса соны ойлап табады екенсіңдер, е? Жарайды. Уақытым жоқ. Салонда отырғам. Не болды? Кіммен ұрыстыңыз? Ана, бейшара көршім Гүлбақырам ғой.
ана менің Арсенім біреуге қарыз екен. Бір бандиттер іздеп келді дейді. Іштері тарға көре алмайды. Солай ойлайсыз ба? Әрине. Мынандай үлкен үйде тұрып жатқаннан кейін. Иә, үй үлкен. Үлкен үйдің едені әлі жуылмаған. Ұлыңыздың қарызын білмейм, ал сіз әлі қарызыңызды өтеген жоқсыз. Иә, тыңдап тұрмын. Кімді көрдім дейсіз? Айсұлу Жұмалиева. Қазір қарап көріңізші бір минут. Иә, іздестірудеміз. Сол екеніне сенімсіз бе? Қазір. Иә, мекен жайы. Көшесі. Үйдің нөмірі. Аха. Жарайды, тексереміз. Көп-көп рахмет. Сау болыңыз. Сәлеметсіздер. Қош келдіңіздер. Сіз ба хабарласқан? Иә. Мына үйге келген қаланың қызы әбден қанымызды ішті. Қазір сөйлесеміз. Осымен сенің дәуренің бітті, Айсұлу. Ұйықтайсың ба? Ұйықтаймыз ба? Қайтеміз? Ұйықтаймыз ба? Қайда барамыз? Гүлнар әпке, енін естеймін. Не болды? Арсен келді ма? Полициялар келді. Оларда неге сонша қорқасың? Санжардың куәлігі жалған ғой. Баламды тартып алуға келген шығар. Онда сен тығыла тұр. Мен барып сөйлесіп білейін. Тығыла тұр, тығыл. Жүр, балам, жүре ғой. Жүре ғой. Ей, Дәурен. Әпке, Арсен үйде ме? Жоға, ол кеше кеткеннен келмеді. Андағы түрі не көгіна қойдай? Кімнен таяқ жегенсің? Бір мәселе бар. Е? Арсен үлкен адамдарға көп ақша қарсы. Не? Енді олар Арсенді іздеп жүр. Ойбай, масқара. Ана Гүлбақра мен Майрана жол бірден айтып еді. Бандиттер іздеп жүр деп сонысы рас болған ғой. Иә, олар ойнап жүрген жоқ. Арсенге қоңырау шалсам, жауап бермейді. Ой, сорлы баламды сабап қинап жатқан болар. Оның іздеп жүргендеріне қарағанда әлі таба қойған жоқ. Арсенге ескертіп қою керек. Ой, жүр, хабарлас. Қайда кеткен білмейсіз? Білмеймін. Сонымен сіздердің казиноларыңызға оның қарыз болуы бірінші емес пе? Бірінші емес. Арсеннің артынан қарыздарымызды аламай жүргенімізге біраз болды. Біздің фирмада ол тек жалдамалы қызметкер ғана. Ештеңеге құқығы жоқ. Менің сіздерден бір өтінішім бар. Егер оны ұстасаңыздар, аямаңыздар. Бірақ оның қарыздары жайлы менің білетінімді айтпай қойыңыздар. Ал сіз бізге қалай рахметін айтпақсыз ол үшін? Егер оның қай жерде екенін білетін болсам, бірден сіздерге хабарлайын. Айсұлу танимын, Ләззаттың қызы ғой. Бірақ бұлар ауылға келмей кеткелі қашан? Көршілеріңіздің айтуы бойынша осы үйде қаладан келген бір қыз тұрып жатыр екен. Шағым Тұстапа. Оны айтып жүрген мына үйдің қызы ма? Аружан? Иә, сол үй.
Соның өзі балам біздің мазамызды алып жүрген. Күйеуімен кешке шейін қырылысады да жатады, ұятсыз. Ешкім келмей кетсе, үйде кім тұрып жатыр? Менің жиенім қаладан келген баласымен тұрып жатыр. Өтінде қалай тұрады ол? Үйдің кілтін кезінде ләззат берген. Ана Шәрип апа тірі кезінде марқұм, мен осы үйдің отымен кіріп күлімен шығатымын. Сосын кілтін маған тастап кетті. Жиеніңізбен сөйлессем бола ма? Ол қалаға кетіп еді, бір шаруаларымен. Бұны баласымен қарап отырмын. Көршілерден барып сұрастырайын. Жақсы, сұрастыра ғой. Бірақ ана Аружан дегенге сенбе, ол осы ауылдың бірінші өтірікшісі. Жарайды, апа. Мына қызды неменеге іздеп жатыр? Жай, апа, келем тағы. Сау болыңыз. Жақсы, жақсы, аға. Санжар, кел аға, кел. Бүгіндікке осы шатқанымыз жетейік. Екеуміз енді отырып, ойнаймыз, құлаң жоқ қояйын. Айсұлу? Ау? Мен ана сүтті тоңастықшыға қоюды ұмытып кеттім, қазір келем. Жақсы, біз күте тұрамыз. Біз күте тұрамыз, Сосын үйге кіріп сүт ішеміз. Ақылды бала бол. Айсұлу, Әлібек көлігін соғып алыпты. Қайда? Ауылға кіре беріс бұрылыста. Жағдай қиын болып тұр, сені шақырып жатыр. Аман болса болды. Санжарды... Маған бере сал, мен ұстай тұрам. Сен қарай тұрсын. Барып келейін. Бар. Адам жоғалған кезде бірден полицияға хабарласу керек еді. Дұрыс айтасыз. Мен солай істегім келген. Бірақ ана Әрсен деген алаяқ. Егер полицияға хабарлассақ, олар Айсұлуды өлтіріп тастайды деп қорқытты ғой. Сеніп қалдық. Әбден сендірді ғой. Қайрекеңді былай қойып, адам таним деген менің өзім сеніп қалдым. Мінекей. Енді біз не істеуіміз керек? Ештеңе. Мына Әрсендеріңіз нағыз алаяқтың өзі сияқты. Барлығын алдын ала жоспарлап қойған. Оңай ұстатпайды. Былай жасайық. Сіздер Әрсенге сенгендей болып жүре беріңіздер. Ал біз оған қарсы айғақ жинаймыз. Өз қызымызды тауып беріңіздер. Ол тірі ғой, Кім біледі? Біраз уақыт жоғалтып алдық. Ана, үмітімізді үзбейік. Айсұлу әлі оралады ортамызға. Әлбек! Айсұлу, қой. Көмектесіңдер! Болды, жап аузыңды. Мен оңбаған. Жап аузыңды. Сені. Сүрт бетіңді. Мұңды мұхит арпалыс пен сынаққа толы, бұл өмірдің қиын жолы мұхитты мұңға толтырды. Бітпестей бұл өмір сынағы, жауқазынды сынады. Адасқан ақ жау қазын армандарын сыналды. Аспаннан төніп қара бұл, тамшысы тиген тастай бұл, түбінен өскен арам шөпті